Түлкінің етін жеуге бола ма? Анықтап көрейік. Біріншіден, түлкі жыртқыш болғандықтан еті өте қатты. Сондықтан пісуі өте қиын. Піскенінің өзінде дәмсіз болып шығады. Сонымен қатар, түлкінің еті өте сасық, адам айтқысыз сасық. Қанша пісірсе де, бұл жағымсыз иістен құтылу мүмкін емес. Тіпті 12 сағат уксусқа салып қойса да, кетуі екіталай. Аңшылардың айтуынша, түлкі етінің иісі суда тұрып қалған шүберектің, яғни тряпканың иісіне ұқсайды дейді. Бірақ түлкінің етін жеуге болады. Әрине, егер дұрыс жолмен жасап, барша қауіпсіздік шараларын сақтаса. Мысалы, Дания мен Швеция халқы түлкінің етін сүйсініп жейді. Ұлттық деликатес. Тіпті осы түлкілерді еті үшін арнайы өсіретін үлкен фермалары бар екен. Жүндерін сыпырып киім жасайды, ал еттерін дүкендерде кәдімгі ет секілді сатады екен. Қанша пісірсе де, қайнатса да, түлкі етінің сасық иісі кетпейді. Бірақ бұл даниялықтар мен швециялықтарға маңызды емес сияқты. Түлкінің етін қуыруға және қайнатуға болмайды. Тек бұқтыру қажет. Барынша жұмсарту үшін етті 12 сағат суға салып қояды. Сосын лимон шырыны мен қазанға салып 3 сағаттай бұқтырады екен. Иісін сәл кетіру үшін көп дәмдеуіш пен тұздық қосады. Солай, айтпақшы алдағы уақытта шығатын видеоларымды өткізіп алмас үшін парақшама жазылып қойыңыз.